Әрине мен түсінемін. Барлығын да түсінемін. Сізде қарыз кредит бар. Басқа теманы айтпай қойыңызшы. Қарыз кредит жетіп жатыр. Миллиондаған қарыз кредитке кіріп кеткенсіз да. И сізге былай көрінеді да, тек қана өмірде сіз ғана қарызға батқан, кредитке батқан сияқты болып сезілесіз да. Өмірден түңіліп кеткенсіз. Жей алмайсыз, тамақ іше алмайсыз. Түнде ұйқы кетеді, ана қарыз есікті тықылдатып келе берген кезде адамдар. Не деген проблемалар анау? Ұйқы жоқ, настроение жоқ. Бір жерден ақша сұрайын десең бермейді. Қазір әр адам өз үшін Алланың қалауымен жұмыс істеп бағады ғой өз-өзін. Алланың қалауымен да. Әр адам өзіне ризық іздейді, былайша айтқанда. Алланың берген ризығын іздейді да. Енді сіздерге айтатыным, осы айтқанда уайымдамаңыз, не переживайте. Қарыз кредит ол бүкіл әлемде бар. Бүкіл, әсіресе біздің Қазақстанда. Білесіздер ма? Менің оқырмандарымның 99% қарыз кредит бар. Барлығында менде де бар кредит. Бірақ сізге кажется, что сіз ғана қарызға батып кеткен. Өмір сүргіңіз келмейді. Ойлап қойыңыз, арасында аузы-білақ шайтан ондайды пайдаланады ғой. Өз-өзін өлтіресіз, кешіріледі, ар жағына бәрі шешіледі, чеке-пеке болады. Жоқ, ондай емес. Ешқандай да чеке-пеке болмайды. Адам өз-өзін өлтірген кезінде бұл өмірде миллиондаған қарызға батқаны дұрыс еді, өз-өзін өлтіргенше тозақта мәңгі жанғанша деп ойлайсыз да. Ол кезде уже сіз ойлайсыз ба, ойламайсыз ба, қайтыс болғаннан кейін уже поздно оның барлығы. Поздно, кәдімгідей поздно. Сондықтан сіздерге айтатыным, иншалла уайымдамаңыз. Адам қалай уайымдамайды? Айнұр Артбайқызы, сен не айтып тұрсың? Қалай уайымдамаймыз? Біз үйде тамақ жоқ, жейтін нарымыз жоқ, бала-шағамыздың қарны ашып жатыр, не істейміз? Деген сұрақ болып жатыр ғой. Мысалға, менде де қарыз кредит бар. Кредит бар менде де. Адамдарда да бар. Бірақ маған жазады ғой оқырмандарым, уайымдап жатырмын, не істеймін деп. Сөйтіп олар Алланың қалауымен видеоларымды көріп, истиғфар салауат айтып, қарыз дұғаларын айтып оқып жүріп, мынандай ой келеді ғой кейін оларға. Сөйтіп маған жазады. Мен бір Аллаға тапсырдым соның барлығын. Сөйттім да, кәдімгідей бір Аллаға тапсырған кезінде мен уайымдамайтын болдым сол нәрсені. Кәдімгідей уайымдамайтын болдым дейді. Бір әйелді сөйтіп құтылған ғой. 1.700.000 бір бәле. Қарызын, кредитін Аллах тағала кәдімгідей бір күн ішінде жауап берген. Қалай жауап берген, ол Алланың меншігінде. Кәдімгідей банк звондаған, сіз банкротстводасыз, сіздің кредитіңізді жабамыз. Сөйтіп жаңағы келіншек бір банк звондап қарызын өтеп берген. Банкротстводасыз деп, қарызын полный бір күннің ішінде жауап берген. Ол келіншек айтады, истиғфар салауатты үзбедім да, бір Аллаға тапсырдым, жүрегім кәдімгідей тынышталды дейді да. Одан кейін бүкіл проблемаларыңыздың барлығы иншалла бір Аллаға тапсырасыздар. Одан кейін түнгі намаз деген бар, тахажуд намаз деген бар. Мен YouTube каналыма салдым, видеоның астына ссылкасы бар, кіріп көрсеңіздер болады. Тахажуд намазын күніге түнде оқыған адам, күніге қыздар, күніге бүкіл нәпсіңізді тыйып түнде тұрып оқитын болсаңыздар, иншалла проблемаларыңыздың барлығын Аллах тағалаға ештеңе емес, бірақ әрекет болу керек сізден. Түнде тұрып намаз оқу, анау адамға бұйыра бермейді. Бүкіл нәпсіңізді тыясыз, ұйқыңыз қанбайды, анадан сөз естейсіз, мынадан сөз естейсіз. Бірақ жәннатқа кіру оңай емес. Алланың разылығы үшін істеу, сізде әрекет болу керек. Мына қиын нәрсені біз істеуіміз керек та. Күнәні істеу оңай ғой, барып істей саласың. Оны ешкім қинамайды. Ал сауапты істеу, ол кішкене нәпсіге қиын, нәпсіге, бірақ бізге емес. Сондықтан тахажуд намазын күніге оқысаңыз, иншалла, мынау ақыреттік жағынан, дүние жағынан барлығы жақсы болады, Құдай қаласа. Қарыз кредит, Аллах тағала өзімен айтады ғой, маған жазады ғой, оқырмандарым, өзімен өзі жалып кетті. Сұрақтар кетеді. Қалай өзімен өзі жалып кетеді ол деп? Ол Алланың ісі ғой. Аллах тағала ештеңе емес жауап жасайды барлық нәрсе. Өзімен өзі ақша жоқ жерден ақша келіп,
ризық келіп, иманыңыз күшейіп, тахажжуд оқығаннан кейін не түрге қарыз кіреді да, проблемаларыңыз шешіліп, иман күшейеді, иман. Намазыңызды дәмді оқисыз, қаза қылу, жинақ оқу деген қалады, истиғфар салауат зікірді үзбейтін боласыз. Сондықтан тахажжуд намазды үзбеңіздер. Және де осы видеоның астына ссылкасын тастап кеттім. Тахажжуд намазы не үшін, қандай намаз, және де қалай оқылады сол ссылкалар, және де бағалы дұға деген қарыздан құтылатын сондай видеоларды видеоның астына ссылкасын тастап кеттім. Міндетті түрде түсіп көріңіздер. Далі еще десеңіздер көресіздер. Және де Инстаграм парақшамда тіркеп кеттім. Кіріп көріңіздер. ТикТокты да тіркеп кеттім.